60-тан асқалы 6 түрлі бәлеге тап болдым деген не? Мен сенен Құдайдың берген жасын қызғанам ба? 160-қа кел. Менің жасым 84-ке келді. 60-тан асқалы 6 түрлі бәлеге тап болдым. Мен сені сол 6 бәледен аулақ болсын деп едім. Олар мыналар. Үлкен үйге кіре алмадым, кіші үйге сыя алмадым. Қара сақалды әкем болды, қара шашты шешем болды. Ауру келді, кәрілік женді. Міне, 6 бәле деген осы. Бұны қалай түсіндің, дейді. Сонда Сырым Батыр. Үлкен үйге кіре алмадым дегеніңіз, адамның қатары кетеді, баратын үйі таусылады. Кіші үйге сыя алмадым дегеніңіз, өзінен жасы кіші адамдардың үйіне жасы үлкен адам шаруасыз бара алмайды. Қара сақалды әкем дегеніңіз, өзінен туған кіші бала. Есеген соң әкенің тілін алмайды. Әкені дұрыс баға білмейді. Бір сөз айтсан бетінді қайырып тастайды. Қара шашты шешем дегеніңіз, сол баланың әйелі, келіні. Осы шалға не керек екен? Берген асты ішіп, жата бермейме дейтін шығар. Ауру мен кәрілік түсінікті ғой ата, деген екен. Міне, осы алтаудың ішінде ең қиыны, біздіңше, қара сақалды әке мен қара шашты шеше болса керек.